Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге үй жағдайында осындай әдемі, үлпілдек, жеңіл булочка әзірлейтін боламыз. Ең алдымен ашытқымызды дайындап аламыз. Яғни дрожжға жылы сүтімізден 7-8 қасық құямыз. Бұның үстіне кішкене құмшекерден саламыз, араластырып қойып қоямыз. Дрожжымыз көтерілгенше. Енді ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сары майымызды саламыз. Енді жұмыртқамызды жарамыз. Құмшекерімізді саламыз. Енді араластырамыз. Майымыз ерігенше. Ертіп алдық. Енді көтеріліп тұрған ашытқымызды құямыз үстінен. Араластырып жібереміз. Үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымызды бөліп салып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп алдық. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Көтерілді қамырымыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді дастарханымызды майлап, көз мөлшермен шарик қылып қоя береміз. Осылай ұзын қылып қолымызбен жайып, айналдырып, булочканың формасын келтіреміз. Енді бұларды табамызға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын осылай жағып шығамыз. Бетіне күнжіт себемін мен. Сіздер қалауларыңызша не сепкілеріңіз келеді? Мақ па, қалауларыңызша сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі үлпілдек булочкамыз дайын болды. Істеп көріңіздер сіздерде. Міне ортасын аштым. Арасы сонда әдемі көтерілген, жұмсақ. Тіркеліп, лайк, комментарийлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Каналыма кіріп көргендеріңіз үшін рахмет.